төрге көші жөңкілмейтін, дәстүрін бабасының өлтірмейтін, армысың аманбысың қарағанды ғұмырын падишадан кемсірмейтін, домбыра күнін жасаймыз деген кезде анау мынау аспапты менсінбейтін ағайын. Ассалаумағалейкум деп бір амандасып қояйық. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгін келсе біздің жайды содан сұра тек қана, одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана дейді Қадыр Мырзалиев атамыз. Міне осы мақсатта біз Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен Құрманғазы Сағырбайұлының 205 жылдығына және ұлттық домбыра күніне орай жас дарындарды насихаттау мақсатында Дара дарын деп аталатын жаңа жобаның бастағалы отырмыз, құрметті ағайындар. Ендеше ұлттық аспабымызды ұлықтауға арналған дәстүрлі өнер кешіне қош келдіңіздер деп бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Рахмет. Кешіміздің басты мақсаты қазақтың төл аспабын ұлықтау, жас өнерпаздарды қолдау, талантын ашу және олардың жарыққа шығуына мүмкіндік беру. Осы бүгінгі кешіміздің негізгі маңызды мақсаттарының бірі. Ендеше осы өрендеріміздің алғашқы легін осы сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Мынау Қарағанды қаласы, қасиетті Арқаның даласы, ежелден әнге де, әншіге де, күйге де, күйшіге де мұқтаж болмаған. Олай болса, Сарыарқаның Сақи даласынан қанат қаққан дарабоз дарындардың ізін жалғап жүрген жас әнші ұлдарыңыз Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау ауданы, Доскей ауылы, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы жалпы білім беретін мектептің оқушысы, Қазақстан дауысының балаларға арналған маусымының қатысушысы Аңсар Әбдірахман ұлдарыңызды Жұмақ Мекен әнімен сахна төріне шақырайық. Қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Ұлттық домбыра күні құтты болсын.
Бәрекелді, қошеметтеп отырыңыздар. Аңсар Әбдірахман ұлдарыңыз. Бәрекелді, қазақтың қара домбырасынан төгілген күйі ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ұлтымыздың рухани құндылығы екені белгілі. Қос ішектің күмірімен шанағынан сыр ақтарған домбыра тілі ел өнерін жаһанға танытқан асыл әуен деуге болады. Қазақтың тарихының өнер әлемінде тылсымнан тербеп күй төккен Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Махамбет, Дина, Қазанғап сынды күй құрандарының дәстүрлі жолын ұстанған ұрпақтар күй өнерінің дарапұзын домбырашылар қаншама ұрпақтан ұрпаққа жалғап жатыр. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың өз жырлағандай, дариға домбырамды берші маған, жаныма келші жарым, келші балам, бейуақ іңірдегі көңіліме күй болып күңіреніп, енші далам, домбыра жүрегіммен үндеседің, сеніммен сырласымдай тілдесемін, бабамның қалған мұра сен болмасаң, өнердің не екенін білмеседім деп, қазақтың ақиық ақыны Мұқағали атамыз жырлағаны белгілі. Олай болса ортамызға жас күйшілер де келіп отыр. Бірінші болып өз өнерін ортаға салатын, 5 жасынан домбыраның құлағында ойнап жүрген Қарағанды қаласы нөмір 53-ші мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысы Сайлауұлы Бекарысты қарсылайық. Нұрғиса Тілендиевтің күйі Әлғиса. Ай, бәрекелді, қозғап қошеметтеп отырыңыздар, құрметті көрермендер. Мына қазақтың өзінің әдемі сөзі бар. Шу деген сөздің өзі де көтерем түйеге де күш береді дейді. Сіздердің осындай қол соғып қошеметтеп отырғандарыңыз, осындай жас өрендеріміздің қанаттанып, талаптануына күш береді, соны ұмытпаңыздар, құрметті ағайындар. Осы Арқаның даласында, Қарағанды қаласында талай өнерпаз сахнада тұсауын кескені белгілі. Мына күй бағыты бойынша тағы да бір өнерпазымыз ортаға келіп отыр. Олай болса, Қарағанды қаласы Шәкәрім атындағы гимназиясының оқушысы
Қайырбек Иманжүсіпті Секен Тұрысбек ағамыздың көңіл толқыны күйімен сахна төріне шақырайық. Кәнекей қол соғып қошеметтеп қабыл алыңыздар. Ай, бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Иманжүсіп Қайырбек балаларыңыз атыңа затың сай боп, алаштың аспанда Иманжүсіп атаң сияқты қарыштай бер. Қорқыт атамыз күй тартқан кезде рухыңда қанмен сүтке илеген екен. Ықылас бабамыз күй тартқан кезде ақылым заманды беріге сүйреген екен. Молықбай атамыз күй тартқан кезде жын шайтанның жанын түйреген екен. Тәттімбет күй тартқан кезде астындағы аты күйіні билеген екен. Құрманғазы атамыз күй тартқан кезде қасқыр жүрісінен жаңылған екен. Дин апамыз күй тартқан кезде Жамбыл Алатауда отырып сағынған екен. Ал біздің Иманжүсіптей барларымыз күй тартқан кезде 70 жыл жоғалғаның табылған екен. Өлгенің қайта тіріліп, өшкенің қайта жағылған екен. Сол үшін ду қол шапалақ соғылған екен деп қойайық. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Қарағандының жас күйшілері, болашақ хас күйшілер деп қойайық, құрметті ағайындар.
Біздің осы кешімізге тек қана ән айтатын, я болмаса күй тартатын балалар келген жоқ. Бұл жерге өлең оқып, жыр оқитын жас өнерпаздарымыз да келіп отыр. Алаштың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев атамыздың өзі айтады: поэзия меніме негізбедің, сен мені сезесің бе негіздедім. Алауратқан таңдардан сені іздедім, қарауытқан таулардан сені іздедім. Сені іздедім кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан. Сені іздедім жоғалған замандардан. Сені іздедім досымнан, қасымнан да, ақша бұлттан іздедім жасымнан да. Сен бе дедім ақ нөсер ашылғанда, қызыл жасыл шұғыла шашылғанда, көкжиекпен көкжиек қосылғанда. Махаббаттан іздедім алып ұшқан, сәттерімнен іздедім жаңылысқан. Сен іздедім жадырау жабығыстан, сен іздедім іздеймін тағат бар ма, сені маған егіз қып жаратқан ба деп ақын жырлағандай, поэзия дегеніңіз құр ғана өлең емес, ол тұтас ұлттың тағдыры һәм болмысы десек болады. Кешегі Абай мен Бұхар жыраудай аталарымыз қазақтың қазынасына қаншама өлең мұраларын қалдырды. Осы жолды жалғаймын, дәстүрді жаңғыртамын деп Қарағандыдан жас өнерпаз өлең оқитын бүлдіршіндеріміз келіп отыр. Ендеше алдымен ортаға Дәулетхан Айша бибі қарындасымыз шақырайық. Серікбол Хасан есімді ақынның атам мен әжем және менің әкем деген өлеңдерін оқып бермекші. Кәне, құрметті ағайындар, қол соғып қошеметтеп, кішкентай бүлдіршінімізге сахнаның төріне сынайық. Келе ғой Айша бибі. Жадыраған жазетті, аяқ талды сабағым, ала қайлап әндеттім. Мен ауылға барамын, жетсем деймін ертерек, нағыз қызық ауылда. Барамын мен еркелеп, береді олар барында. Атам елге сыйладам, қастерлі де құрметті. Мен атамнан үлгі алам, салт дәстүрді үйреттім. Әжем алып қасына, іс тігуге баулыды. Ұрап алған басына, жарастыр жаулығы. Ата жемде ісінік, мейірімді бармадан, бар жұмысын ысырып, маған уақыт арнаған. Жас келгенде ауылға бара бергім келеді. Салғайдағы ауылда ата-әжем бар себебі. Менің әкем біздің үйдің тірегі, мейірімді жүрегі. Менің айбат әкемді бүкіл қазақ біледі. Еңбекпенен шыныққан жұмыстан бір қалмайды. Келгеннен соң жұмыстан бізге уақыт арнайды. Кітап оқып талай бізге әнетіп сайлаймыз. Теледидар қараймыз, асыр салып ойнаймыз. Жома жаныл ғаламда бәрі жақсы көреді. Сұрап келген адамға барын жиып береді. Кісіге де кәріге қол созып жүр әлде. Менің әкем әрдайым үлгереді бәріне. Ай, бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Дәулетхан Айша бибі есімді кішкентай бүлдіршініміз осындай кішкентай кезінен сахнаға үйреніп, елдің алдына шығып жатса, ертең ұлттың тұтастай қазақтың мақтанышы болады деген сеніміміз бар, құрметті ағайындар. Бұл жоба, жалпы осы кішігірім жобаны бастаған кезде, осы Қарағанды қаласына, Қарағанды облысына хабарландыру жібергенде, әр ауданнан, әр ауылдан біздің үйде жыршы бала бар еді, жыр жаттаған бала бар еді, бізді де қатыстыра аласыздар ма деген ұсыныс тілектер көптеп түсті. Әрине, бір концертке оның барлығын шақыру мүмкін емес. Әрине, уақыттың да тығыздығын, уақыттың да аздығын ескеру керек. Біз осы жерге, осы дарындардың ішінен дараланып шыққан кішкентай бір бүлдіршінімізді шақырғымыз келіп отыр. Бұл аймақта жыр айтатын балалардың көптеп шығуының бірден бір себебі, бұл аймақта Бұхарекең жырлайды деген үлкен бір байқау бастау алған екен. Сол байқаудың нәтижесінде қаншама кішкентай өнерпаздар, кішкентай жыр жаттаған балалар қаптап шығып жатыр. Солардың бірі кішкентай жас жыршымыз Хан Кенедей ер қайда байқауының бас жүлде иегері Дәулен дарын ұлдарыңыз келіп отыр. Бұхар жыраудың Садыр қайда барасың жырымен Ахмет Байтұрсынұлының Маса мен малшы мысалын оқып берем дейді. Қол соғып қошеметтеп отырыңыздар кәнекей. Садыр қайда барасың сары суды көбелеп, сен қашсанда мен қойман арғымақпен жебелеп, енді алдымнан шығайын жауған күндей себелеп, ақ мырзамды өлтірдің ақ сойыңмен төпелеп, арғымағым барында жарысқалы келгенмін, азаматым барында алысқалы келгенмін. Жақсы болсан сенімен
табысқалы келгенмін. Жаман болса шаңсып, шабысқалы келгенмін. Сен танымай кетіп барасың. Мен арғын деген арыспын, азу керек арыспын. Сен бұзау терісі шүршіксің, мен өгіз терісі талыспын. Абылай алдында сен бітсең, құдан далы таныспын. Егер Абылай алдында бітпесең, атасын білмес салыспын. Көшің кетер бір жаққа, малың кетер бір жаққа. Көш сонынан жете алмай, есін шығар сол жақта. Жар басқа қонарсың, жарты лашық тегерсің. Ауызынан ас кетер, қара көзден жас кетер. Бұл қылығынды қоймасаң, сонау кеудедегі ұлғалы бас. Маса мен малшы. Бір малшы көлеңкеге келіп жатып, қасқырдан иттеріне сеніп жатып. Үстінде көк шалғынның самал желде тұрайып қалды сабаз, ұйықтап қатып. Келеді қара жылан шағайын деп, қапсын ұйықтағанда табайын деп. Малшыны сол уақытта маса шақты, оятып бұл бәледен қалайын деп. Ұйқысын малшы ашпай тұрып, өлтірді сағып тұрған масаны ұрып. Көтеріп жерден басын біраздан соң, қарады жан жағына мойнын бұрып. Жыланды көрген шақта малшы өкінді, достығын сары масаны сондағып. Сөзімнің сөкпеңіздер шолақтығын, демендер сөз жазуға олақтығын. Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан, жыланды бәледелік андып баққан. Жыланның түрін көрген мен сарымаса, халықты оянсын деп сөзбен шаққан. Ойлаймын, осы сөзде жетеді деп, қатты айтсам сөзім батып кетеді деп, ұйқысын ашылмаған жұрт өзімді. Ойлаймын, сарымасада етеді деп. Ай, бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Дарын Дәулен есімді бүлдіршініміз. Қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Мінекей қазақтың ұлттық киімін киіп, қазақтың небір қаламгер ақындарының өлеңдерін жаттаған жас буын бұйырса елдің жарық жұлдызы болады деген сеніміміз бар. Қазақтың дәстүрлі ән мектебіне байланысты Арқа мектебі, Жетісу мектебі, Батыс мектебі болып бөлінеді. Арқа даласында Әсет Найманбайұлының, Манарбек Ержановтың, Қайрат Байбосынов сияқты сахна саңлақтарының ізі жатқаны белгілі. Олай болса ортамызға Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Ыбырай, Шашубай сынды бабаларымыздың бай мұрасын жаттап жүрген дарынды, дәстүрлі әншілерімізді ортаға шақырайық. Бірінші болып өз өнерін көрсететін мамандандырылған музыка мектеп-интернатының 9-шы сынып оқушысы, бірнеше байқаулардың жеңімпазы Омар Расул балаларыңыз келіп отыр. Орындайтын әні Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» деп аталады. Кәнекей. Қол соғып қошеметтеп Расул балдарыңыз қарсы алыңыздар.
Ай, бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Расул ұлдарыңыздың екінші орындайтын әні Иса Байзақовтың желдірмесі. Бақшадағы сайрайтұғын өнердің қиясына шыққан сайын болаттай тастан табан таймайтұғын жөнелдім желдей есіп желмаядай қырандай аспандағы самғайтұғын тізейін өнерімді меруертең есінен жұртшылықтың қалмайтұғын бабылым ауыл паздай шарықтаған екпінім сәмәлеттай заулайтұғын өнерлі жастарымыз үйреніп ал әнеді желдірмат самғайтұғын игигигай игигигөк игигигай игигигөк игигигигай игигигай игигай көрдің бе қарағайдың серкесіне исаның шығып кетті желкесіне домбырам екі шекті тоғыз перне арқаның кез болдың ғой серкесіне толқыным топшыңменен қағайырып өлеңнің мен жүзейін өлкесіне самғайын қанатыммен желеріп қонғандай оқ жетпестің өркешіне оу игигигай игигигөк игигигай игигигөк игигигигай игигигай игигигай игигигай. Ай, бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Расул ұлдарыңыз болашақ қазақ дәстүрлі ән өнерінің жұлдызы болсын деп тілейміз. Осындай қасиетті Қарағандының топырағы ғой, дарынды дарабоздарды түлетіп жатқан. Осы жаңа ғана жыр оқыған Дарын есімді кішкентай ғана бүлдіршіннің ағасы
Әділ батыр келіп отыр. Дәулен Әділ Бұхар Жырау ауданы Доскей ауылы Мирас музыкалық мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Кеше ғана өткен жыр байқауларының 1-ші орынды жеңіп алған осы Әділ балаларыңыз қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Орындайтын шығармасы Махамбеттің толғауы мен едім. Кәнекей қарсылайық. Мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ередім. Исатайдың барында екі рет арлан көредім. Қайсы қазақтан кемедім, бір қазақтан теңедім. Өздеріндей хандардың қарны жуан билердің атандай даусын ақыртып, лауазым көкке шақыртып басаң кессем деп едім. Елдің бойы ең тоғай, ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Тақта отырған хандардың төрде отырған ханшасын күнім етсем деп едім. Аудайдай, 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 мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ередім. Исатайдың барында екі рет арлан көредім. Ерегіскен дұшпанға қызына сырлы жебедім. Жақсыларға ебедім, жамандарға көбедім. Елен дұшпан ел болмас, етектен кескен жең болмас. Қан баласы ақсүйек, бәйке сұлтан сен болсан, сен бозбақтың баласы. Оныша жерде кезіктен қайранан алған шабақтай қия бір соғып аз еттен. Қалғаның кетер демесең аудайдай, 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 ау. Қалғаның кетер демесең аудайдай, 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 ау. Әділдің екінші орындайтын әні «Шама». Қарсы алыңыздар, шаманы шамасы келген айтады деген қазақтың әдемі сөзі бар. Ендеше қол соғып қошеметтеп отырыңыздар, әділдарыңыз. Ешке жақын ақшамнан қараңғы соу болған шақта абырой табысадау бей өңшең қашып. Боз үйден таң алдында күйеу шығар артыңнан қалар жарай бетің басып, мойнына ақ білектен арта салып, айырлар аттандыр өңшенбей амандасып. Кешікпей енді айналып, кім бар кім жоқ ей қалқа тіліңді әкпел аузыңды ашып, тісіңмен сар мойының жәудірәсің, тіліңмен өй жан шөлімді ау бей қандырасың. Айбатпен сотқа кірген прокурордай шашыңа таққан шолпын ей салдырасың. Ай жарық терезеңнің дәл түбінде төсектен сүмбіл шашын ей салдырасың. Жанышқан ұясына балағаздай қалқатай екі көзің жәудірәсің. Қалада делдей
Lida da dil Halala dilli 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 Halalau 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 halala 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 lillahi halalalalalalay oh garararau 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 halalala halala halala lillahi. Ай, бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Әділ Дәулен есімді өнерпазымыз. Жаңа ғана осы кеш басталған кезде алдарыңызда осы кешті әдемі әнімен ашып берген Аңсар есімді ұлдарыңыз бар екені белгілі. Мынау Қазақстан даусының балалар жобасына қатысқанда айттық. Қазақтың намысын, Қазақстанның осы Қарағандының намысын қорғаймын деп, ұлттық арнаның төрінде тер төгіп, өзінің өнерін көрсетіп, қаншама шарттарынан, талаптарынан өтіп, өзінің өнерін бүкіл Қазақстанға паш еткені белгілі. Осы Аңсардың өмір баянын қараған кезде, жас болса да қаншама талапты биік белестерді бағындырғанын көрдік. Өзінің еңбекқорлығының арқасында қаншама осындай Қарағандының ішінде өзінің өнерін паш етіп, танымал болып үлгергенін аңғардық. Талабыңа нұр жаусын дейміз. Сол Аңсар ұлдарыңыз бағана эстрадамен айтса, енді қазақтың домбырасын қолына алып, бүгін домбыра күні ғой, домбырамен де бір ән айтсам деп талаптанып кеп отыр екен. Ендеше Аңсар ұлдарыңызды сахна төріне қайтадан шақырайық. Аңсар Әбдірахман, қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Әсеттің әні Қысмет. Кәнекей.
Ай бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Аңыздар Әбдірахман. Бүгін міне домбыра күні деп қазақтың дәстүрлі әнін дәріптеп, күйін шертіп жатқан осындай бүлдіршіндер бар. Олардың арасында ақындар да келіп отыр, құрметті ағайындар. Әрине айтыс болған соң, айтыс домбырамен тікелей байланысты өнер болған соң, жас ақындарымыз келіп отыр. Ендеше орталарыңызға шақырайын. Осы Қарағандыдағы осы дәстүрлі кешке Астана қаласынан арнайы келген жас ақын Астана қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 83 мектеп гимназиясының 11 сынып оқушысы, жыр алыбы жамбыл айтысының 3 орын иегері, тұлғалар ізімен айтысының 3 орын иегері, Ақберен айтысының 2 орын иегері Берік Әсет есімді ұлдарыңыз келіп отыр. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Осы Әсеттің қарсыласты оңы осал емес, Қарағанды қаласының жас ақыны атақты Дидар Қамиевтің шәкірді, Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы нөмір 1 мектептің 9 сынып оқушысы, Бұхар жыраудың 35 толғауын жатқайтатын облыстық Бұхар жырау оқуларының 2 орын иегері, облыстық жыр алыбы жамбыл айтысының 1 орын иегері, аудандық айтыстың 1 орын иегері, аудандық Бұхарекең жырлай сайыстарының бірнәрсе мәрте жүлдегері Мәлік Тілек ұлдарыңызды қол соғып қошеметтеп қарсы алыңыздар. Сөз бастаса санал ерін, қолдаумен жыр майданда жарал едім. Ассалаумағалейкум, Қарағандым қойнауыңда тасып тұрған қарагенің. Елімнің жарты жерін алып жатқан дедеген дархан еді дала белің. Ең бірінші осы өлкеге келер кезде әр минутын секундын санап едім. Дубайың Парижіңнан қарағанда, қарағандым сен маған бағал едің. Астанадан аттерлетіп келіп тұрмын қолдауыңды күттеді балагерім. Аманбысың алтын ордам, қарағандым сары алтынмен теңесер ой шіркін. Қара жерің әрайрым, 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 әрайрым. Ақынға шабатұғын жай келіпті, астын айтай аузына май беріпті. Міне бүгін дарындарды жинап атқан Рауан ағам өзіне сай көрікті. Сол дарындар ортасына қосылдым мен, демеңіз жайдан жай тай желікті. Міне тағы домбыра күні екен, мерекеден ағайын ай көріпті. Ұлтымның ұлылығын ұлықтар күн, домбыра күнім менен ой шіркін. Сай келіп тау әрайрым, 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 әрайрым. Әсеттің әсемделіп салын дәні, дарыным мен дархан елге жалындады. Бағанадан қалқайып қарап отқан қалайсың тілегінім жанымдағы. Осы жердің шаң жуытпас ақын едің, құлындың шабатұғын бабындағы. Өзіңнің өліңдей өткеннен соң отырсың хан секілді тағындағы. Ағайын қолдауыңды бізге де көрсет, құлындың шабатұғын бабындағы. Өз еліңмен ендігі арқасы еп отырсың ба елмен бірге ой шіркін. Жабылғала әрайрым, 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 әрайрым. Ақындар аламанда өдетті өлең, болмайды жүректерге жүрекпеген. Айтысқа алғаш рет шыққан кезде қалайша жүрек шіркіндір етпеген.
Мәліттің немересем тілек деген. Бет бұрған саябақтың сахнасына кеп тұрған қардан даппақ тілекпенен айқай-ақау. Ай! Жыр айттым Сарыарқаның сауырынан, ботағары қарқаралы бауырынан. Домбыра күні ағайын құтты болсын, айырмасын қазақты той сауығынан. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын, Шертпек үйдің атасының ауылынан айқай-ақау. Ай! Бұл ағам жыра қосып қырбеткейді, қалай қарағандымды үлгетпейді. Өзің жеріңде отсын деп хан секілді, несіне сахнада дірдектейді. Қарағандым қонақжай дархан ел ғой, қонағын хан көтеріп құрметтейді. Таяқ ұстап келгенге тай мінгізет, еліме келген қонақ құр кетпейді айқай-ақау. Ай! Арбасың арды өнердің қуған ерге, бет бұрдың Сарыарқадай думан елге. Ассалаумағалейкум ақын аға, өзіне қолың соқсын шула белде. Әсет аға ендеше қош келдіңіз. Найманбайдың әсеті туған елге айқай-ақау. Ай! Жылқыңды шабамын деп тағаладың, ал ендеше сарқылсыншы санал әнім. Құрметтеген түріңнен айналайын, басталғалы сыйлап мені ағаладың. Қарағандым құшақ ашқан мекен білем, бемеймін бұл өлкемді табаладым. Бірақ тілек саған менің өкпемде бар, сен мені қонақ деп те санамадың. Өлкеңе қонақ болып келіп едім, қарсылас боп мені де алаладың. Түстен бері домбырамды алып жүріп, қопағы уыс бар жерін жағаладым. Әр жеріне әреңей әрең жетіп, көрікті жерлерінде араладым. Ал сен болсаң қонақ жаймын деп айтасың, мен сені бұлайыным санамадың. Қалаңа қонақ болып келгеннен соң ағаңды қыдыртуға ой шіркін жарамадың. Әрайрым, әрайрым, өлеңді осылай бір өрлетейін, қате жерлеріңді де өңдетейін. Тілек бауырым егерде орай болса, Астана қаламызға төрлеткейін. Мен сені барлық жерге қыдыртайын, бала көңіліңді де көлдетейін. Інім көрсет алмаған құрметіңді, мен саған өз елімде ой шіркін көрсетейін. Әрайрым, әрайрым, әрайрым. Мен қалай сандуғаштай сайрамайын, жанына бұл әсеттің жайланайын. Өзім Ботағарадан жана келдім, өкпелеп отырғаның жаймағайым.
тал түсте қыдыртуға қорқатығын қыз бедің айналайын айқай-ау. Ай. Қазақ дейтін бір халық бар ізгі азат, күйлері жанға сыйлар нағыз ләззат. Қасиетті домбыра төл аспабы, ол жайыңда бар талай аңызға жап. Қазақтардың рухын асқақтатар, көмбірлеп сөйлегенден дағыз қазақ айқай-ау. Ай. Астананы аралатам деп қоясың. Айтпақшы мен Астананы аралап көріп алғам. Бәйтеректің басына мінгізбесен. Айтпақшы бәйтерекке мініп қойғам. Елорданың ішіне кіргізбесең айқай-ау. Ай. Әннемей бұл сөзіңе күлем мейлі, жақсы ойды санаға ілем дейді. Қыз секілді қыдыруға қорқасың деп, мені бұл қорқақ және күрең дейді. Мен саған қырыңды, мен сені қыдыртайын деп айтып ем, Ақорда деп жылғысын жүген дейді. Тілектің дәмесінің зорын қара, Ақорданың ішіне кірем дейді. Ол үшін әлі біраз толу керек, әрдайым тіл мықтыға қону керек. Ақорданың ішіне кіру үшін ең бірінші ел қалауы ой шіркін болу керек. Ай, бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Шабатын әлі біраз қалып дедім, сіздерге жыр айтудан талып бедім. Осы мен айтысымыз тәмән болсын, сіздер үшін әсемәнге салып бедім. Тілегінім мендігі сен даман бол, өсіріп жүре берген халық демін. Тек қана той жиында жиналайық, аман бол Қарағандым ой шіркін, алып белім әрайрым, 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 әрайрым. Әсет аға жанымнан табыласың. Кішкентай деп маған кеп соқтығасың. Мен сенің жауын емес досымын ғой, кеткен соң ертең мені сағынасың. Құрманғазы күй арнаған Сарыарқада менімен салғыласып не қыласың айқай-ау. Ай. Айтарың айтып болда осы бала, айтыстың созылмасын көші дара. Көп созбай осы менен тоқталайық, демендер айтқандары осы ғана. Жамбылда көп сөйледі ұнатпапты, Жамбылдың көп сөйлеген жасығана айқай-ау. Ай, бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Қазақ айтысының жарық жұлдыздары. Талаптарың оң болсын, жұлдыздарың жарық болсын. Хан сарайдан жан сарайын артық көрген, қазақы ән өнерінің қаймағын қалқып келген өнерпаздарымыздың бірі Бұқар Жырау ауданы Доскей ауылы Мирас музыкалық мектебінің оқушысы Аманбай Ажар қыздарыңыз келіп отыр, құрметті ағайындар. Кіп-кішкентай бүлдіршінді алақандай жүректеріңіздегі алатаудай тілектеріңізбен әдемілеп қарсы алсаңыздар, отан деген әнді орындайым дейді. Мөлдір Айтбайдың сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің әні «Отан».